Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы, номері 7 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ерназарова Гүлназ. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары. Сабақтың мақсаты етістіктің шақтарын анықтау, тиісті шақта осы шақ, келер шақ, өткен шақта қолдана білуге баулу. Балалар, етістік дегеніміз не? Етістік заттың қимыл іс әрекетін білдіретін сөз табы болып табылады. Етістік не істейді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістік осы шақ, келер шақ, өткен шақ болып бөлінеді. Яғни, осы шақ, осы мезетте атқарылып жатқан іс-әрекет, келер шақ, болашақта атқарылатын іс-әрекетті, ал өткен шақ, болып өткен іс-әрекетті білдіреді. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 жағы болады. Яғни, осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Мысалы, осы шақ ұшқалы тұр, өткен шақ ұшырылды, келер шақ ұшырады. Балалар, мына тапсырмада берілген сөздерді тиісті шақтарменен сәйкестендіріп белгілейміз. Балалар, мынау шығармашылық тапсырмада тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкері тақырыбына мақала жазамыз. Төмендегі тірек сөздерді пайдалана отырып, қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер туралы мақала жазып тапсырамыз. Бүгінгі сабағымыз осыменен аяқталды. Келесі сабақтарда осы шақтарға жеке-жеке толық тоқталып өтеміз. Сау болыңыздар. Үйге тапсырма, осы шақ, келер шақ, өткен шақтарға 2 сөзден жазып келу. Назарларыңызға рахмет.